Барлықтарыңызға қайырлы күн. Алматы қаласы Зета магазинінен гүлге арналған горшоктарға обзор түсіргім келіп тұр. Байқасаңыздар, мен үйімдегі барлық гүлдерімнің горшогын осы Зета магазинінен алған болатынмын. Және бүгінде осы жерден өзіме горшок алғым келіп тұр. Бұл жерде выбор өте көп, арзаннан қымбатына дейін неше түрлі горшоктар таңдап алсаңыздар болады. Базардан, тағы да магазиндерден сатып алсаңыздар болады, бірақ маған именно осы магазиннің горшоктары ұнайды, өйткені бағасы да қатты қымбат емес. И түр жағынан әдемі горшоктар тауып алсаңыздар болады. Мысалы, мына астында тұрған горшоктар қатты ұнамайды, маған мынау осындай, осы сияқты горшоктар ұнайды. Дәл осы горшоктың екі түрі менде үйде бар, енді осының үлкенін алу керек болып тұр маған. Қарап тұрсаңыздар, выбор өте көп. Мысалға, осындай горшоктарды кішірек гүлдерге алып қойсаңыздар болады. Бағасы 575 теңге. Пластиковый. Өте әдемі көрінеді. Және де орхидея гүлдеріне де горшоктардың түрлері өте көп. Мынаны қараңыздар. 560 теңгеге осындай горшок алсаңыз болады. Немесе көлемі кішкене үлкен десеңіз, осындай горшоктар қарастырсаңыз болады. Үлкенірек гүлдерге арналған. Немесе мынандай горшоктар алсаңыздар да болады. 500 теңге бағасы. Мына горшоктар да өте әдемі, қараңыздар. 1300 теңгеден. Сразу астына су құятын ыдысымен. Мынандай горшоктар бар. Орхидеяға өте көп, неше түрлі горшоктар бар. Көлемі жағынан да, бағасы жағынан да өзіңізге қайсы ұнайды, соны таңдап алсаңыз болады. Мыналарда средний бағасы да жақсы. Және де арзан горшоктар да бар. Мысалы, мыналар 310 теңгеден. Ақ цветі бар екен. Розовый цветтер бар. Мынаны қараңыздар, астында қаншама көп, неше түрлі горшоктар бар, қараңыздар. Әдемі горшоктар да бар. Бағасы да кішкене қымбатырақ, қараңыздар, қандай әдемі. Мынандай түрінен де бар екен. Қараңыздар, тас сияқты. Өте әдемі, иә? Размерлері де әртүрлі, цветтері де әртүрлі. Сосын мына астындағы горшок маған қатты ұнады. Қараңыздар, цвет қандай әдемі. 435 теңге. Цвет необычный екен. Бірақ размер жағынан маған келмейді екен. Маған средний біреу и кішкене үлкенірек горшок керек. Қазір осы жерден тауып аламыз. Мына горшоктар да әдемі, қараңыздар. Цветтері де әдемі. Мен өзіме горшок таңдағанда кішкене қатты қымбат емес, бірақ түрлері кішкене әдемі болады ғой, мындай стильный горшоктар, сондай таңдаған жақсы көремін. Қатты қымбат горшоктар алмаймын ешқашан. Өйткені ол гүл өсіп кетеді, одан кейін ол керексіз болып қалады. Сол үшін кішкене цветінде, размерінде кішкене әдемілерін таңдап аламын. Мынандай горшоктар бар екен, бабочкасымен, қараңыздар, әдемі тоже. Жасыл цвет әдемі екен, ақшыл көк цвет әдемі екен. И бағалары тоже нормальный. Қызыл цвет бар екен. Мынандай горшоктар бар тоже, қараңыздар, екі гүл отырғызып қойсаңыздар болады. Тоже әртүрлі цветтер бар. Ал мында 3 гүл ексеңіз болады. Қараңыз, терезенің алдында өте әдемі тұрады. Мынандай горшоктар бар, специальный су құятын несімен. Мынандай горшоктар, мына горшоктарды қараңыздар, плетеный горшоктар сияқты. Өте әдемі, бірақ бағалар кішкене сәл қымбаттау. Қараймыз дальше, бізге қандай горшок керек. Айтқандай, еще мынандай декоративный гүлдер бар Зетада. Мынаны қараңыздар. Декорға болады, әдемілеп қойып қойғанға. Вазасымен. Мынандай искусственный гүлдер бар.
неше түрлісі бар. Тағы да мынандай горшок бар екен, 1000 теңге тұрады екен. Сразу 3 гүлді егіп қойсаңыз болады. Тоже әдемі тұрады, и орынды көп алмайды екен. Да, әдемі екен. Так, мыналар уже искусственный гүлдер. Барлығы, мына қараңыз, тоже әдемі, да? Көбінесе осындай горшоктар банкте тұрады, банкта, офистарда. Мына астында горшок ұнап тұрмаған. Қазір мына жағын көрейік, мына бетін. Бұл жақта да неше түрлі горшоктар бар екен. Маған қазір 1-2 горшок таңдап алу керек. И сонымен үйге қайтамын. Осы видео сіздерге ұнап жатыр ма? Ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Осындай видеолар ұнайтын болса, тоже жазыңыздар. Басқа магазиндерге барып, тағы да осындай обзор түсіретін болам. Гүл сататын магазиндерге, горшок сататын магазиндерге барып обзор түсірем. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ал мен қазір өзіме асықпай 1-2 горшок таңдап алайын. Сосын келесі видеода жаңағы гүлдерімді отырғызатын болам. Сол кезде қандай горшок алғанымды сіздерге көрсетемін. Мен, наверное, мына тұрған горшоктардан алатын сияқтымын. Өйткені менде осындай горшоктар үйде бар. Сол гүлдердің қасына кішкене ұқсас болып тұрсын деп, осы көк горшоктан алатын шығармын қазір. Осы горшоктар. Мына горшокты қараңыз, қандай әдемі, да? Аяқтары ағаш сияқты. Өте әдемі екен, бірақ бағасы сәл қымбаттау екен. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода жолыққанша барлықтарыңызға сау болыңыздар.